Атырау облысында батыс конгресі өтіп жатыр. Анестезиологтар, реаниматологтар қауымдастығының және денсаулық сақтау басқармасының ұйымдастыруымен конгресске еліміздің барлық өңірлерінен және алыс жақын шетел мемлекетінің профессорлары қатысып отыр. Конгресс барысында симпозиумдар, мастер-класстар ұйымдастырылатын болады, шеберлік сағаттар, одан бөлек теориялық жағынан бөлек тәжірибе алмасу мәселелері жүргізілетін болады. Бүгін бірінші күн осы қазір Абай орталығында ашылу салтанаты өтіп жатыр. Ертең 2 күн бізде облыстық аурухана мен балалар перинаталдық орталықтың базасында өткізілетін болады. Я приехал с Англии. Я очень рад, что область здрав сделала хорошие организации для первой конференции, такая большая международная конференция, которая проводится в Атырау. Я думаю, что для здравоохранения в Атырауской области эта конференция и эта дискуссия, которая будет сегодня, она очень важна для улучшения здоровья людей.